Сәлем достар, сіздермен бірге біз, Диана және мен, бүгін біз Сан-Диегодағы жағажайлардың бірінде теңіз мысықтарын көруге барамыз. Біздермен бірге болыңыздар, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Мана басын. Біз қазір міне теңіз арыстандары мен итбалықтарды көріп келе жатырмыз. Болдық қарап, баратқан жолда тиіндер бар. Талда өмір сүрмейді, жерде өмір сүретін тиіндер. Соларға тамақ бердік. Содан қайтып келе жатқан кезде русалка көрдік. Сол русалканы көру үшін осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Сосын мана ең басында біз сәлемдескен кезде теңіз мысықтары деп едік қой. Келгеннен кейін мында қарасақ, seals and sea lions деген бар. Seals деген тюлень, итбалық. Sea lions деген теңіз арыстандары екен. Екеуі бір-біріне мықты ұқсас, айыра алмайсың бай қарағанда. Сосын бір жерде жазып қойыпты айырмашылықтарын. Теңіз арыстандарында кішкене осындай шығып тұрған біздегідей құлақтары болады екен де, ал итбалықтарда құлағының орнында тек тесік болады екен. Сосын қазір алдағы видеоларда көресіздер, бір дауыстар шығарады, үрген сияқты. Сол дауыстарды теңіз арыстандары шығарады екен көбіне, ал жаңағы итбалықтар көбіне тыныш екен. Сосын қанаттарында тағы бір-екі айырмашылықтар бар екен, бірақ біз оны дұрыс көре алған жоқпыз айырмашылықтарын. Көп жерде жазып қойған 15 метрден қашық жерде жүру керек деп. Сосын жазып қойған жаңағыдай, егер қатты жақындасаң балаларын тастап кетуі мүмкін деп. Алдағы бір видеолардан көресіздер, бір тастардың арасында кішкентай жерде бір баласы жатқан. Бәрі барып қарап жатыр, анау шамалы қозғалады. Соны ойладық біз, тастап кеткен шығар деп. Кішкентай ғана бір итбалық па әлде теңіз арыстаны ма? Сол видеоның соңына дейін қараңыздар, қызықты заттар бар. Міне біз келіп қалдық теңіз мысықтарын көруге. Анау жерде жатыр. Мына жолмен былай жүріп қарауға болады. Міне папа сіз үшін. Диана келді міне. Мына жерде жатыр. Мына жерде жазып тұр. Кем дегенде 15 метр алыста бол дейді. Қолмен ұстауға болмайды, қууға болмайды дейді. Тамақтандыруға болмайды дейді. Жанында жүзуге болмайды дейді. Қазір үстінен қарауға барадық. Торымыз құйрығында жерде қандай ен ба, бір нәрсе салып қойған. Кел мында. Семіріп кеткен мына қасқа. Тиінге береміз деген әкелген тамақты өзі жеп қойып отыр. Шверк істеп алады. Асып қойды ма? Тағы бір жерге келдік көруге. Бірақ ол жерде, манағы жерде шектеу болды ғой, 15 метр қашық болу керек. Анау мынау мынаяқта да бар екен знактар тұр, мен ұстауға болмайды деген сияқты. Бірақ мына жерде 15 метр емес, дәл қасында жүр. Теңіз арыстандары ма, теңіз мысықтары ма, соның қасында. Тюлендер ғой, тюлендер. Дәл артымызда. Дәл артымызда не? Тастардың арасына кіріп алғанда жерде. Мынау жерде кішкентай жатыр қазір. Еркек русалка. Сақалы бар русалка. Al gelip
Давай. Ұша алмайды екен мынау. Иә. Құз үйін басқа. Соның асты көктері басқа құс. Аналары басқа сияқты да. Мыналар ер адам Міне бар құлақтары мыналардың. Бұл теңіз арыстандары, иә? Иә, құлағы болса, сосын дауыс шығарса, андай қылып. Маған бір қазан сияқты. Әне, көрдің ба асты? Бір қазан не бар ғой, балық түрмеден салып жүреді. Аяқтарын қарап, аяқтарында да разница бар.